Қайырлы күн достар, бүгін 11 қазан, Шығыс шаһар Өскемен қаласынан баршаңызға сәлем. Міне бізде кезекті апайымыз келген, басым ауырады дейді, 17 жыл болды дедіңіз апай? Иә. 17 жыл болды басым ауырады деген. Және жіппен тексерсек, ми шайқалған екен, 1 елі дейін. Мынандай айырмашылық болған, және енді миын қайтадан орнына қалпына келтірдік. Міне кеңесті деген сөз жіптен қарасаңыз апай. Қалай болды апай? Қандай неде болдыңыз? Ощущение ма? Қандай сезім? Қандай сезім дейсіз? Басым ауырып келді, қатты ауырып келдім да, басым ысып, ауырып, қазір андай жеңілденіп, жақсы болып отырмын. Андай расслабленный, сондай жақсы. Жақсы достар, апайымыз енді мына көбінде қазекеңдер мен түсірмеші, бетім түсірмеші дейді. Бәрі қорқады, ұялады деген секілді білмеймін. Бірақ мына кісі апайымыз батыр екен, айтып түсіріп көрсете беріңіздер, басқа адамдарға да сабақ болсын деген секілді достар. Енді көбінде айтып жатыр ғой, адам 80-90% бас ауруы осы ми шайқалғаны болуы мүмкін, ықтимал деп тұр. Енді апайымыз 2 күннен кейін, 2-3 күннен кейін нәтижесімен бөліседі деп ойлаймын тағы да. Қазір апайымыздың басын таңып береміз. Достар, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Шығысқа көшіп келіңіздер, бас ауруынан құтыласыздар. Жақсы аман қалыңыздар.